Это наша с тобою земля, это наша с тобой география. 88 жыл осында көшіп келдім, 2 классқа. Степной разрезге монтер пути болып түстім. 6 жыл онда істедім. Сосын курс крановщикті ашылып отқаннан кейін соған түстім. Сол курста бітіргеннен 93-тен 23-ке дейін сол крановый участокте істедім. Немере ағам болған, сол кісі курс ашылып отыр, барып түстіп. Барып түсіп оқып 6 ай, өзі 6 ай оқимыз. Содан кейін сол қайтадан участкеге жұмыс істедім. Бірінші жылдары 40 тонналық, одан кейін 80 тонналық, одан кейін 100 тонналық кранға. Содан сол жерден пенсияға шықтым. Еремеев Игорь деген қазір уже пенсияда бар осында. Сол кісі мен кранның участвында бастық болды. Наставнигім Орехов Олег деген болған. Қайтыс болды кісі. Сол кісіде жарты жылдай помощник болдым. Содан кейін өзім самостоятельно өзім отырдым. Содан істедім. Докой груздарды аласыз, ремонт, экскаватор, саймандар түсіресіз. Пульт саламыз, темір жолдың пультін, ол разрездің ішінде жүріп. Атывалдың үстінде жүреміз енді. Әр жерде қайда таңертең путевка береді. Сол жерде жұмыс істейміз. Темір жолдың базасында болды, железный дорожный кран. Бригадада енді путевка алып кеткеннен кейін 4-5 монтер пути болады, сосын мастер болады. Сол кешке дейін сонымен істейміз. Краны участокта өзі 5-6 кран, типовой крандар енді. 40 тонналыққа бір бригада, 80 тонналыққа бір бригада. 5-6 кісі, 7-8 кісі кранға байланысты. Бір кранда 4 кісі істейміз сменамен. 30 жыл бой бірге істеген енді. Участокта бар мындай? Бар. Евдокимов Витя деген жігіт істеді менде. Қазір пенсияда ол. Бірге 30 жыл істеген енді. Остапенко деген, Фурсов деген жігіттер 6 айға кетіп қалды олар енді. Осында бар енді жігіттер. Жұмыстың өзі сүйіп, ұнатып отырғаннан кейін енді секіре бергенде не пайда. Бір жерден сол ақырын істей бердік. Жемісін де көрдік, еңбегін де көрдік. Жаман болған жоқ, жақсы болды бар. Это наша с тобой география.